достар, біздің сыныпта парочка пайда болған сияқты. Осы күнді қанша күттім, бірақ тағы да парочканың есі шығып тұрған сияқты. Ол туралы кейінірек айтамын. Қашан келетін ау екеуі? Күтіп қураған гүл болып кететін болды ғой депші. Батыр. Ел жас енді подкаблышек десеңдерші. Очкиң сындырып не деп тұрсың? Бұл. Ойнап жатырмын. Жо там не болып жатыр өздеріңде? Тыныш па бәрі? Зор. Алло, балашағы. Сендерге в общем күшті жаңалық бар. Кеттік аттыңыз алға. Не жаңалық айтады екен? Ал құрметті оқушылар, жақсы жаңалығымнан бұрын сіздерді ренжіткен жерлерім болса, кешірім сұраймын. Енді сіздерді жаман болсын деп ұрыспаймын ғой. Сәл қобалжып тұрмын. Және де осы сыныптың сынып жетекші болғаныма өте қатты қуаныштымын. Әр оқушының өзінің маған деген орны бөлек. Және де жылдың соңы келіп қалды. Шыны керек, мен сіздерді қимай тұрмын. Батыр, дейсің ба не деп жылап жатсың? Қойшы, болсам. Просто ешқайсылары қимаймыншы. Бауырым, ойнап жатырмын ғой, не болды сонша? Біз де сен өтпейтін приколдарын сағынамыз. Ағай, осы орайда біздің де айтарымыз бар еді. Ағай, осы орайды пайдаланып, мен Арунадан кешірім сұрағым келіп тұр. Аруна, сахнаға шыға аласың ба? Аруна кел. Аруна, сен бізді кешіресің ба, кешірмейсің бе білмеймін, бірақ біз сенен шын жүректен кешірім сұраймыз. Енді кешірмей қақа барам, өзгергендерін көріп тұр ғой. Енді біз подругамыз ба? Ал енді ағай, менде бір айтар сөзім бар, сахнаға шығуға рұқсат па? Ол не айтпақшы екен? Енді мен айтайын дегенім, сахнаға біреуден кешірім сұрағым келіп тұр. Оның есімі Нура деген жігіт болады. Не болып кетті? Кино болып кетті ма? Нура, бергеш. Короче, Нура, біздің бала кезімізден білесің ба? Не общать еткеніміз бір-бірімізге? Білем ғой досым. Короче, біздің достығымыз мәңгілік дегенбіз. Ал біз еркекпіз, еркектер не істейді? Екі сөйлемейді. Енді так что давай бауырым, мен кешір, ренжіме маған енді. Мен сені емес, сен мен кешір досым, кешір алсаң. Өзім жасаған қателіктерімді білем, саған қарауға бет жоқ негізі. Көткішім бар. Мен классым тәрбиелі оқапты ғой. Ағай, ол қоя беріңші. Бір жақсы жаңалық бар дедіңіз ғой, бөлжекпіз ғой. Басты жаңалығым, мен осы мектептің директор атандым. Рахмет. Рахмет. Ал, ағай, енді бәріңіз жақсы жаңалықпен бөлісіп жатсыз, менде де жақсы жаңалық бар. Айта ғой. Короче, енді мен ортаға тура осы жерге мен Арунан жаныма шығарғым келіп. Енді Аруна, мен осы мектепте 11 жыл болды оқып жатқаныма, и соңғы жыл, бірінші жылым, мен Арунаны осылай махаббат кездірген қатты қуанамын. Мен өмірімде шынымды айтамын, бірінші рет бүйтіп ғашық болып тұрмын. Так что мен осындай бірінші ғашығыма мен Таиландқа путевка сыйладым. Онда жақсы жаңалық бөлісіп жатыр екенбіз ғой. Мен де өзімнің бір жақсы жаңалығым бар еді. Бөлісейін ба? Бөліс әрине. Назым. Қалай қараған? Мен болды. Бұдан бұлай мужикпін түсіндер ма? Мен ешқайсың батан демеңдер болды. Елжас, айтпақшы сен, Таиландқа путевка алдың ба не? Мен де алып қойдым ғой. Қаншасы? 27-сі? Біздікі де қанша? 27-сі? О, бірге ішкенбіз. Ағайларыңды да ұмытпаңдар. Ағайларыңды. Сізге жұмысыңыз бар ғой, сабақ. Мен директор атандым айтпа. Енді осы ортада мен де бір нәрсе айтқым келіп тұр. Бола ма рұқсат болса? Болады әрине. Нұра? Енді мен осы 11 жыл бойы
мен бір ақ нәрсені түсіндім. Бір нәрсе емес жарайды. Көп нәрсені түсіндім. Олардың ең біріншісі мен осы достарыма қарап шын достықтың не екенін түсіндім. Рахмет, достарым. Одан кейін ағай сізге қарап адалдықтың не екенін түсіндім. Сізге де рахмет. Сыйластықтың не екенін түсіндім. Одан кейін ең басты нәрсе шын махаббаттың не екенін түсіндім. Жанел, сен бола ма ортаға? Не болып жатыр өзі? Енді Жанел, көпшіліктің көзінше саған айтқым келіп тұрған бір-ақ нәрсе бар. Сені жақсы көретінді. Мен сені жақсы көремін, Жанел. ағай осы мен тағы бірдеңе айтқым келіп тұр да. Білесіз ба, осы мектепте 11 жыл бойы оқысам да ең алтын мұғалім мен үшін кім білесіз ба? Физрук ағай! Болсын. Кішкентай бала едіңдер, өсіп кеттіңдер уже. Ағай, сіз вообще переживать етпеңіз, сізге таланттан қыздар. Ей, керек емес. Осымен бір қыздан өлген деп ойлайсыңдар, ә? Қыз обещать етеміз ғой сізге. Алло, оқушылар, енді жылдың соңына дейін смело жүре беріңдер. Болды, үйге қайтайық.